Осыдан бірнеше жыл бұрын москвалық бір орыс әйелдің жазып алған жігіттер, соны мешітте отырып бір жамағаттан көрдік. Сонда және орыс әйел айтады, мен әрбір кеште баламды қорқынышпен, қайғымен, уайыммен күтіп аламын дейді. Себебі балам ішіп келеді дейді. Балам келгеннен кейін оған тамақтандыру, оны жатқызу, үйде ыдыстарды сындыру, анам екен демейді, мені итеріп жібереді көкірегімнен. Енді ол қасіретті айта алмаймын дейді. Сол балам москвалық татар балдармен, башқұрт балдармен достасып, бірге жұмыс істеп, сол балдар діндер балдар екен, намаз оқитын. Соған уағыз айтып, түсіндіріп, сол орыс жігіт исламды қабылдап, арағын қойып, кейіннен анасы, енді мен баламды әрбір кеше сағынышпен, қуанышпен күтіп аламын. Өйткені алдымнан жүгіріп шығып, қолымдағы сумкамды алып, аяқ киімімді шешіп, дәреу шай қойып, бірнеңе дайындап, анашым шаршамай келдіңіз бе деп. Кешке жатып жатсам, төсекке жатқызып, үстіме одеял жауып, маңдайым сүйіп, анашым өткендерім үшін кешір. Ата-ана разы болмаса, Алла разы болмайды екен. Жәннат аналар аяғының астында деген пайғамбарымыз. Сондықтан да сіз менен разы болыңыз деп. Кетіп жатсам, үстіме плашымды кигізіп, сондай құрметпен шығарып салады. Ей, мұсылмандар, қандай қызғаншақ адамсыңдар? Осындай дінді бізге неға ертерек айтпадыңдар? Менің күйеуім арақтан өлді, әкем арақтан өлді, өмір бойы арақ ішіп. Енді мына балам да арақтан өлетін еді, мен бірге өлтіретін еді. Мінекей мұсылман болып, отбасыма береке, бақыт келді деп тұрып, орыс әйелден солай бір интервью беріп жылағанын көрген едік. Сондықтан да бұл адамның бақыты үшін ғой. Алла тағала бізді анадан туғанда қандай пәк болып туылсақ, сәби, сол пәк таза үлгімізді сақтап, Алланың құзырына қайтып, жәннатына лайық болу ғой.